Мейрамбек Орынғалиев. Қошеметтеріңіз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Қош келіп жатырсыздар бүгінгі мероприятияға. Мына жалпы кез келген адамның лақабаты болады, өзіне қойылатын. Ол лақабат өзінің адамның атының бірінші әрпіне байланысты болады. Мысалы, Ерлан болса Ерауқа, Асел болса Аселек деген сияқты ғой енді. Мысалы, менің атым Мейрамбек, мысалы Мико, Мирош, Мера, жақсы жетістік, ақшам көп болса Мәке деп айтады арасында. Сол лақабат мысалы, менің бір Нұрғиса дейтін дос балам бар ауылда. Үйіндегілер тәшуен дейді. Мен Нұрғисаны тәшуен деу үшін бір нормальный бірдеме қарау керек деп ойлаймын мен негізінде. Қалай Нұрғиса дейтін ішінде Т дейтін әріпте жоқ. Ана жақта Талғат Паганиялар салып қойды мысалы. Сол мен Нұрғисаның өзінен сұрадым, не үшін саған тәшуен деп қойды мысалы. Нұрғиса тәшуен не істедің? Нұрғиса айтады, мен бала күнінде бір бала басын таспен жатты, соны тәшуен болдым мен дейді. Прикольно, да? Прикольно, да? Мен кезден телефон қалтасына кетіп қалды мен. Сонымен қазір Айбек дейтін дос балам бар мен дейді. Мәшуен деп айтамын мен. Потому что он светофордан машина қағып кеткен. Сырым дейтін дос балам бар, Атикош деп айтамын. Арқасына ат тепкен оның дейді. Күшті ғой, травмасына қарайсың, не қоя бересің лақабатты. Сосын жалпы қарыз сұрайтын адамдар. Сендер неге түннің бір уақытында жолда қалып қоя бересіңдер, мен соны түсінбеймін. Кім сендерді апарып тастап кері әкелмей жүрген? Қай ол маньяк па не ол сен неге жыпитың қасына тастап бері қарай қайтадан әкелмей қала береді неге сені? Неге сен наличка ақшаңды үйге тастап кете бересің всегда? Ана ұтқан тендерінің ақшасы неге түспей қала береді сенің? Мамаң неге ауырып қала береді сенің ай сайын, айтшы маған. Неге оған дәрі керек болады всегда? Жалпы қазақтар негізінде көп нәрседен, мысалы көп нәрседен дұрыс істемейді. Мысалы сол қарыз жабу үшін біздер заим аламыз. Біз заим алғанда фотоны жіберші деп айтады анда коллекторлар. Біз азған фотомызды жібереміз всегда. Ол дұрыс емес. Жоқ, заим ал, бірақ ол дұрыс емес. Ол ертең заимын төлемей алғанда сен ағайын туысына жібереді ғой ана фотоны. Олар қарайды соны. Қараған кезде мысалы мына сенің танысың төлемей жатыр деп соның фотосы ағайынға барған кезде, костюмшалармен жетіп тұрсаң, ағайын ойлайды. Шамалы жетпей қалған шығар енді 15 мың теңге алғысы келген шығар енді деп ойлайды. Сен майкімен деп тұрсаң, мына қасқан күні 15 мыңға қарақ болған деп ойлайды ағайын туысын сен. Біз қазақтар көп нәрсені дұрыс жасамаймыз негізінде. Біз қазақтар дұрыс емес нәрседен кайф аламыз біздер. Бір танысың Дубайға кетеді, досыңа звондайсың. Бауырым Бурж Халифаның қасына барып, мен инстаграмда фотоға түсіріп жібересің бе деп. Неге ол? Сен қайыршылығыңды неге пайдаланасың сен бір дос балаң арқылы? Неге сен бармайсың? Ал сенің 2013 жылғы бүйтіп Адидаспен түскен қара не суретің Бурж Халифаның алдында тұру керек ол дейді. Мен соны түсінбеймін мысалы. Кеше индрайвер шақырдым. Ақшам аз болып қалды, 600 теңгеге шоссейға деп салдым. Милена дейтін біреу қабылдады. Красный Hyundai акцент келді дейтін алдына. Міндік акценттің ішіне бір келіншек келді. Бір ухоженный апалар болады, өзінің қартайғанын мойындамайтын. Тырнағын қызылға бояп алған, шашының жағын еденшікмен қырып тастаған, сосын былай қарай лақтырып тастаған үстін. Сосын мен терезеден көрді де мені танып қалды. Жайдарманчик да деді. Я деді. Жақсы ойнайсың. Благодаря тебе я КВН посмотрела деді. Я деді. Спонсор есть деді? Нет деді. Я могу тебе спонсировать деді. Но при одном условии деді. Мне сейчас не хватает мускул. Апа дедім мен. Апа ондай айтпа, не істеп жатсың сен? Апа оразаға қалсын ба дедім мен. Ондай нәрсемен айналыспа апа. Сосын мына жалпы Давикус айтпай қойды. Мына жалпы мектепте бала күндерінде бір барлықтарының қалталы бір ауқатты класстастарың болған шығар да. Жақсы бір семьядан шыққан ауқатты. Үйіне барсаң, осторожно, злая собака дейтін бар. 3-4 мүсін бәрі шарбағында дейтін. Брусчатка төселген. Сондай бір класстасың болады. Мектепте ұстаздар күніне
сорланып бір 5 теңге жинап әрең апайыңа бір бокал мен альбом алып беріп жатқан кезде анау мына жақтан кіреді өзі. Менің атымнан, өзімнің атымнан Жарсағат апай сізге дейді. Мамасы кіреді, бөлек өзінің атынан постель береді апайға. Біз төменгі тап өкілдері болып әрең 5 теңгеден жинап отыр. Соны бетімізге басады біздің дейді. Мысалы мен дос балалардың арасында күшті бір формасы бар өзінің. Футболға барған кезде киетін футбольный формасы бар. Артында Асылхан деп жазылған кәдімгідей. Аяғында бутсы бар, 40 мың теңгеге алған. Бірақ футболды нөл ойнай алмайды. Тепкен дала. Оның қасында мен Аслан дейтін Қаратөбеден келген бала трикомен 6 гол салып отырады қасында. Сол футбол жақсы ойнап жүр. Менде болса рахмет.